Сәлем, қалың қалай? Менде бәрі жақсы, рахмет. Кішкене ауырып тұрмын, мән берме, я. Так, мен саған бүгін күшті макияж жасап беремін деп уәде бердім. Сол уәдемде тұрайын, ауырып тұрсам да. Қараш, қанша зат алып келдім сен үшін. Мынаның ішінде қанша нәрсе бар. Барлығы сен үшін. Қолымнан келгенше жақсы бір макияж істеп берем. Я. Жарайды, кеттік. Так, алдымен. Міне мынау. Тонер бетті ағартатын күшті корейский. Соны саған жағамыз қазір. Қолмен жағам. Өйткені қолмен жақсы сіңеді негізі. Я. Күшті. Бетің күшті болып тұр. Так, одан кейін бізде міне сыворотка. Міндетті түрде таңертең бетіңді жуғаннан кейін тонермен сүртесің, немесе тонер жағасың, және сыворотка міндетті түрде мынау бізде Skin Love'тың сывороткасы кез келген кожаға. Қазір саған көрсетем. Міне осындай. Қазір саған жағайын. Күшті болды. Так, сывороткадан кейін мен саған қазір мында қайда қойдым, мен таппай қалдым ғой. Крем таппай қалдым ғой, міне. Лагом деген крем. Өте увлажняющий. Міне, саған жағам қазір. Енді қолмен жағып жіберем. Күшті болды. Так, енді ары қарай біз макияжымыздың негізгі бөліміне көше берсек болады. Қараш, бетім қалай қызарып отыр, ауырып отырмын. Бірақ ештеңе етпейді. Көп уақытымды алмайсың ғой. Так, енді біз саған SPF крем жақпаймыз, өйткені сен кешке ғой баратын жеріңе. Сол үшін ары қарай біз тоналканы жақсақ болады. Қазір мен саған 3 тоналка көрсетем, сен біреуін таңда, болмаса араластырсақ та болады қазір. Қара, 3 вариант. Қазір көрсетем, таныстырам. Норева деген өте күшті матовый эффект береді. Осыны араластырсақ болады. Вообще бетің тоналкаң қалай жақтың солай тұратын болады. Так, одан кейін міне Evaline-дікі білетін шығарсын. 3-ші тоналка міне корейский коллаген деген. Маған өте қатты ұнайды. Мүмкін осыны жағармыз, я. Жарайды, кеттік. Так, бізде жақын жерге қойып алайын. Міне мынандай губкамен жағамыз. Кішкене өзімнің пайдаланып жүргенім. Міне осымен жағамыз.
губка деппін ғой, спонжик. Так, осыған алып алайын. Қолыма. Вот. Қолыма алайын. Осылай ұрғылап жағу керек бұны. Сол кезде жақсы сіңеді. Так, мына жерлерін. Сенің бетің таза ғой, сол үшін қатты көп жағудың қажет жоқ негізі. Так, жақсы. Енді біз бұның үстіне тоналкамызды жағып алдық қой. Мынандай бір қазір көрсетемін саған. Шанельдің пудрасын жағамыз. Бұл жалпы макияжымызды полностью бір қалыпты етіп тұру үшін өте жақсы. Так, міне көріп тұрғандай. Так, жақ. Өзінің несімен жағамыз. Так. Бұл түс бәріне кете береді. Универсальный түс. Көп адам пудра жақпайды негізі. Бірақ бұл өте қажет және қымбат пудра. Бетке әдемі тұрады. Так, жақсы, көп жақпаймыз, уайымдама. Саған да енді пудра бір жаңа нәрсе болып тұрған шығар. Так, ары қарай кеттік. Ары қарай бізде қазір мына жерде менің косметикам бәрі кішкене араласып жатыр, мән берме. Так, бізде міне осындай 3 в 1 күшті нәрсе бар. Мұнда хайлайтер бар, румяна және контур жасайды. Міне 3 в 1. Мен оларды көп қолдана бермеймін. Міне. Так, және осыны жағатын менде күшті бір. Саған ашып көрсетейін. Көрдің бе, көлемі қандай кішкентай. Вот, қазір мен бұны былай ашамын. Үлкейеді және мұнда. Вот, осындай әдемі жинақы сыйымды әдемі кисточка шығады. Біз осымен қазір саған кішкене румяна мен хайлайтер жағамыз. Контур жағудың қажет жоқ, өйткені саған сенің бетің и так арық екен. Так, бірінші. Екі бетіңе бірінші румяна жағып алайық. Так, бұнда түс универсальный түс. Так, мынаны кішкене ыңғайсыз болып тұр былай. Жоғары қарай жағайын. Так, енді бізде ары қарай хайлайтерді қазір мен саған маңдайыңа маңдайың деппін ғой, мына екі көзіңнің астына әдемі жылтырап тұру үшін жағам, иә. Көп жақпаймын. Мен солақаймын, сол үшін осылай кейде
жауып қайтадан салып қойсақ болады. Өте жинақы. Так, жарайды, ары қарай кеттік. Бізде келесі. Енді сен уақытың аз болып тұр. Сол үшін саған көп нәрсе жаға алмайын деп тұрмын енді. Так, міне өзің көріп тұрғандай, бұл менде көріп тұрсың. Тендердің жиынтығы. Мен өзім көп жақпаймын, сол үшін де қалай аталатынын да ұмытып тұрмын ғой қазір. Так, өзімнің жағатын түстерімді саған көрсетейін. Мынау менде ең ходовой түс, мынаны жағам. Мыналарда енді кейде бір кешкі отырыстарға жағуға болады. Так, саған қазір мен мынадан кішкене жағам, мынадан да кішкене қосам. Так, көзіңді жұм. Көзіңді жұм. Көзіңді жұм. Так, екінші көзіңе жағайық. Кішкене осылай араластырып жақ жарайық. Так, енді кішкене жылтырақ қосамыз. Міне жылтыр эффект болу үшін кішкене көп емес, өйткені бұл қатты жылтырап кетеді. Так, көп керек емес. Так, осымен бітті. Артық нәрселерді алып тастаймыз. Енді ары қарай. Қазір мен саған өзімнің бір айтпақшы, саған консилер жақпадым. Өйткені көзіңнің вообще бетің бәрі свежий болып тұр. Негізі консилерді тоже таңғы уақытта жағу керек, өте күшті болады. Так, қара, менде мынандай бір карандаш бар. Осы карандашпен мен саған қазір ой, қалай айтушы еді? Айтып тұрмын ғой, мен біраз болды макияж істемегелі. Сонымен бәрін жаттастырып жатырмын. Стрелочка сам саған қазір, иә. Көзіңді жұм. Жұм көзіңді. Ашпа, ашпа, ашпа. Қорықпа. Артық жерін алып тастаймын. Маған осылай удобный. Осылай карандашпен сызған удобно. Мен подводка қолдана алмаймын. Бірақ сен подводкаға үйреніп алуың керек. Так, көзіңді жұмып отыр, артық жерін сәл-ақ екен алып тастаймын. Болды. Вроде әдемі шығып келе жатыр. Так, енді менде мынандай екі туш бар. Қара. Екі туш бар менде. Екеуі де жақсы, екеуін де қолдану керек. Өйткені біреу объем береді, біреу ұзындық береді. Жарайды, кеттік. Жоғары қарап отыр. Екінші көзіңе тез-тез. Так, кішкене кепсін, өйткені екіншісін жағу үшін біріншісі кепкен дұрыс.
негізі душ жағудың да өзінің өнері бар. Көп адам душ жаға алмайды. Оны осылай бірнеше рет жағу керек. Так, болды. Әдемі болып келе жатсын. Енді бізде қара. Енді бірнеше помада бар. Қазір мен саған көрсетемін. Міне. Мынандай помада бар. Мынандай помада. Блеск бар, егер блеск жағам десең. Мынандай бір помада бар. Алдында да саған көрсетіп едім ғой помадаларымды. Ой, мынау ішінде кішкентай қалыпты. Жарайды, былай алып жаға саламыз, ештеңе етпейді. Так, еще тағы бір помада бар еді менде. Мынандай бір помада бар, бірақ бұл түсін саған келе ма, келмей ма білмей. Міне, тоже әдемі помада. Қайсысын жағасын? Так, егер мен саған айтайын болсам, онда қазір блеск мода ғой. Мына блеск Max Factor'ның блескі. Жаңадан алғам, күшті. Қазір жағайық онда. Міне күшті. Аузыңды сәл аш. Болды, әдем болды. В принципе, саған мен свежий макияж жасадым. Яғни, мынандай бір нюдовый макияж деп айтамын, қалай айтады, бір свежий макияж болады. Қандай қатты темный емес. Қазір негізі сондай макияждар жақсы. Анандай макияжға қарағанда, я. Так, бүгінге осы. Басқа кезде асықпай басқа нәрселер жағарымыз, я. Жарайды, кездескенше жақсы барып қайт, сау бол.